Баршаңызға сәлем, сіздермен пайдалы кеңестер арнасы. Аяқ-қол тартылса не істеу керек? Ең алдымен арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Ұйықтап жатқанда аяқ тартылса, аяқ-қол тартылу жиі кездесетін жайт. Әсіресе түні ұйқыда жатып, аяқ тартылып қалатын кездер көп болады. Мұндай жағдайда не істеу керек? Аяқ тартылғанда ауырсыну қатты болады. Ұйқыда жатып оянып кететініміз де содан. Орташа есеппен аяқ 5 секундтай тартылады екен. Аяқтың тартылуы жас баланың да, тепсе темір үзетін соқталдай жігіттің де аяғы тартылады. Әсіресе егде адамдарда көп кездеседі. Аяқ тартылудың себебі суық тиюден деп жатады. Бұл да себеп шығар, алайда негізгі себептердің бірі аяқтың бұлшық етіне оттегі жетпеуі. Содан адам ағзасына рефлекс іске қосылып, спазм пайда болады. Ал бұлшық етке оттегі жету үшін ұйқыға жатқан бөлменің іші қапырық, тыншу болмауы тиіс. Табанға не тобыққа, тізеге ауыр күш түссе де аяқ тартылуы мүмкін. Бұл әсіресе спортшыларға таныс симптом. Алда-жалда аяқ тартылса, ауырсыну басу үшін табанға не тобыққа массаж жасап жіберу керек. Қан айналымы жақсарады. Тырыспа кеткен соң аяққа жылы нәрсе басыңыз, немесе таңып тастауға болады. Ауырсынуды басудың тағы бір амалы, аяқ тартылған кезде башпайды ұстап, өзіңізге қарай тартыңыз, сонда сіңірдің орны қалпына келеді. Сондай-ақ, аяқ тартылғанда айта кетерлігі, ауырсынуды басуға арналған дәрілерді ішудің қажеті жоқ. Менің берген ақпаратым пайдаңызға жарады деген үміттемін.